Огородтың ішінде жүріп, қаншама саңырауқұлақ жинап алдым екен. Қашан саңырауқұлақ барып теремін деп ойлап жүр едім. Өйткені Алла тағала өзі бере салыпты. Қазір тазалап жуып, қайнатып бір-екі, сосын картошкамен қосып қуырамын. 40 минуттың көлемінде қайнатамын. Содан кейін суын төгіп тастап, қайтадан су құйып, 15 минут тағы қайнатамын. Сол суына тұз, қара бұрыш, лавр жапырағын қосамын. Саңырауқұлақтарды картошкамен қуыруға кірісіп кеттім. Туралған картопты қосамын. Осының үстіне қыздар қолдың қаймағын құйып жіберсе, тіпті керемет болады.